Біз енді тағы бір Қайнар ауылының тумасы Айгүл қазір Астанада тұрады. Мына біздер чат құрған адамдардың бірі Астанада. Сондықтан Айгүл, біріншіден мына мектептеріңнің 100 жасқа толған тойымен құттықтаймын. Қай жылы бітірдіңіз мектепті? 1981 жылы бітірдік. Осы жерде 64 жылы туғанмын. Енді семей полигонынан зардап шеккен ата-аналарымыз больше страдали. Былайша айтқанда, біздер енді екінші поколение болып считаемся, скорее всего, да? Екінші поколениеміз біздің де балаларымыздың, өзімізден кейін ұрпақтарымыздың денсаулықтары бәрі волновать етеді, конечно. Енді лично өз басыма келгенде, менің ата-анам, ата-енемнің бәрі осы полигонның зардабынан ракпен қайтыс болған. Енді қазіргі таңда сол полигон зияттың несінен, ядерный испытанияның кесірінен в основном ракпен қайтыс болып жатады ғой, енді қайтыс болып жатыр да қазірде. Енді оның последствиясы әлі поколение болып передаваться. Медицинада ғылымда доказан ғой. Енді бұл жерде мен айтайын дегенім, жаңа сұрағыңызға қарай. 19 біз енді жас кезімізде енді школда оқығанда бізде ескі мектеп болды, неде поляға не келеді, вертолет келеді военный. Сонда біз школды жабады, бізді бүл ауылды үйлеріне шығарады, терезелерін жапқызып, қазір не болады дейді, занятие болады деп айтады. И сосын біз шығамыз. Учение, да? Учение болады деп шығамыз далаға. И сосын землетрясение болады. Где-то бір 3-4 минуттай болады. Біз сол балашаға жүгіріп вертолеттің жанына барамыз. Аппарат тұрады, соның беті жабық болады, олар ашады, одан кейін кетеді. Енді соның бәрін көргенде бізге оның бәрі интересно болды ғой. Енді осы кейіннен сол көзіміз ашық 10 класты бітірдік, содан кейін барып физика мұғалімдері түсіндіре бастаған кезде біз соның зардабын шегушілер екенін сол кезде түсіндік. Енді ол кезде союз кезіндегі көп нәрселер айтылмады да, қазір енді бәрін істеп жатыр ғой. Енді сол кезде Айгүл, вот үлкен кісілер, енді сендер баласыңдар, иә, үлкен кісілер түсінді ма, ол не болып жатыр? Мен ойымша, енді оқыған білікті, білім алған жоғары білімді адамдар білді деп ойлаймын. Енді менің бір жақсы білетінім Жакиш Болат деген физик мұғалім болды. Өте бір сондай бір, мен сол кісі туралы жақсы ойымда қалғаны, сол кісі өзінің заявлениесін семейге апарып, осылай физика арқылы дәлелдеп айтқан екен. Айтты да, ол кісі сол жылдары кірісіп жүрді, сол полигон тоқтату керек, халықтың осындай денсаулығына зиян бар екенін айтып жүрген кездері, ол кісі қайтыс болды. Енді сол жұмыстарын істеп жүрген кезде қайтыс болды. Мен өзім сол кісі қатты тыңдайтынмын физика несін айтқанда, сондай зардап шегеді, тоқтату керек дегендерді. Ал енді өзімнің әкем ол кезде енді ең бірінші испытание болған кезде где-то 9 жаста болған ғой, сонда айтады, бәрімізді үйден шығарып, бір далаға апарып, үстімізге кигізді жауып, бастарыңды көтермеңдер деп айтты деп. Енді біз баламыз ғой дейді, сығаласақ дейді, не жақтан не шықты дейді, грибок шықты дейді. Енді ол саңырауқұлақ, қып-қызыл саңырауқұлақ шықты дейді. Сондан кейін ол болғанша соның астында жаттық дейді. Енді ол кісі өзі рак гортаньнан қайтыс болды, әйелі печень рактан қайтыс болды. Енді ол кездегі көп кісілер қазір енді айта алатын да шығар, сол елді көшіріп әкеткен ғой, шағын кісі қалдырып елді көшіріп әкетіп, оларды как подопытный кролик қылып қалдырған. Енді солардың біз потомствосымыз ғой. Иә, Айгүл, енді міне класстастар жиналып жатсыңдар. Вот неше бала болды класста? Бізде 31 бала бір класста оқыдық, а бітіргеніміз 100 бала. Соның қаншасы қазір тірі білесіздер? Енді біз толық класста бізде бәріміз толықпыз, бірақ көп жағдаймен келім алды, бірақ қайтыс болған балалар бар. Бір бала қайтыс болған 10 класс бітіргенде аузынан көбік ағып, енді баламыз ғой, көбік ағып, вечердан кейін қайтыс болды. Бір класстастарымыз андай жіпке асылып қайтыс болды. Енді соның бәрі жіпке асылып бір жылдар керемет көп болған, біздің Қайнардың басында ғана көп болған. Оның ішінде де соның әсері бар деп ойлаймыз. Дәрігерлер синдром деп айтады ғой, Қайнарский синдром. Да, вот этот Қайнарский синдром, эпицентр Қайнар болған. Мына жерде мен өзім фельдшермін ғой, фабрикта істедім, Қаралөң деген. Содан бір 60-100 шақырым жерде жаңағы жер асты атылған атом ядросының көлі бар.
енді біз тұрған жерден 8 километрдей жерде нені жауып тастаған, территорияны немен жапқан, қатысуға болмайды. Но енді адам халық енді сол жерде малын бағады, ол малдың етін жейміз деген, суын ішеміз. Енді ол жерде де халықтар әлі жүреді. Енді бір кезде мен білемін, әлі зерттелмеген ол да. 2004 жылы Америкадан бір 2 жас келіншек қыздар келіп тексергенде әйтеуір помню. Солар осы жақтың каждый кірпішін, даже топырағын тексеріп жатқан. Ядерный ненің радиациясы өте жоғары деп айтты, сондай. Қай жылы? Ол где-то 2004 па, 2005 жылдары ма бізге Япониядан не келді, сондай тексеріс болып, ауылды бәрін шақырып тексергенбіз. Сонда тексергенде сондай болды. Содан бізге солар көп көмек жасаймыз, бұл жерде центр саламыз, реабилитационный центр Қайнарда салынады деді, одан кейін соның бәрі салынбай қалды ғой. Оны айтпақшы. Айгүл, сен қазір Астанада тұрасың. Астаналық семейліктерді чатқа жинап, өз администратор болып жүрсің. Біздің үйім атынан өзіңе көп рахмет айтамыз. Семейліктер неғұрлым көп болып, ұйымшыл болып, өз талабымызға жететін болайық. Балаларымызға, ұрпағымызға жақсылық жасайық. Рахмет сендерге. Сізге де рахмет. Сау бол. Жақсы бол.